Сәлем баршаңызға достар, сіздермен мөлдір. Бүгін біз сіздермен ұңқуырдақ деп аталатын тағамды жасайтын боламыз. Бұл тағамды Моңғолияда цуйван деп атайды, дәмі деген енді тіл үйреді. Менің жолдасыма қатты ұнады, енді мен бұл тағамды үйде жиі жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең әуелі етімізді жақсылап жуып, турап дайындап алатын боламыз. Бұл жерде менде сиырдың еті, өз қалауларыңыз бойынша қойдың етін, жылқының етін пайдалансаңыздар да болады. Етімізді өте үлкен қылмай, әрі өте ұсақ етпей, осындай видеодағыдай орташа көлемде барлығын турап дайындап аламыз. Енді етімізді дайындаған соң қазанымыздағы қызып тұрған майға етімізді салып, жақсылап әдемі етіп қып-қызыл болғанша қуыратын боламыз. Етіміз қуырылып жатқан сәтте біз бір пиязымызды алып, жіңішке етіп турап алатын боламыз. Сондай-ақ мен бір үлкен сәбізді пайдаландым. Сәбізді палауға турағандай турайсыздар. Егер сіздердің сәбіздеріңіз кіші болса, 2 сәбізді турап салсаңыздар болады. Мінеки етіміз осылай қып-қызыл болып қуырылған сәтте жаңағы турап дайындап қойған пиязымызды салып, пиязымызды да қып-қызыл болып қызарғанша әдемілеп қуырып алатын боламыз. Сондай-ақ осы сәтте дәміне қарай тұзыңызды, бұршыңызды қоса берсеңіз болады, және де өзіңізге ұнаған кез келген дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Осы жолмен томат пастасын пайдаланбаймын деп шештім, және де оған паприканы пайдаландым. Паприка біздің тағамымызға сонда бір әдемі дәм және жақсы түс береді. Содан соң үстіне су құйып, бетін жауып, оттың астын баяулатып, етіміз піскенше бұқтыратын боламыз. Оған дейін біз қамырын дайындайтын боламыз. Қамырын тура еттің қамырындай илейтін боласыздар. Бір жұмыртқамызға тұзымызды салып, және де 100 грамм суымызды құйып, бір араластырып аламыз. Және де ұнды міндетті түрде елегіштен өткізіп, тура еттің қамыры секілді қатты қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде сіздердің қамырларыңыз қаншалықты қатты болса, соншалықты қамырларыңыз қанып, езілмей, жақсы болып пісетін болады. Қамырларыңызды жақсылап илеп, қанғанша тағы бір 10-15 минутқа демалдырып, тағы бір бассаңыздар, қамырларыңыз жаюға ыңғайлы, сондай жақсы болып шығады. Мінеки қамырымызды илеп болдық, осылай бетін жауып, немесе целлофан кигізіп, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Осы кезде біздің етіміздің үстіне сәбізімізді салып, сәбізімізді де жұмсарғанша пісіріп алатын боламыз. Және де жаңа айтып өткенімдегідей 10-15 минут уақыт өткен соң қамырымызды тағы бір басып, июі қанғанша күтеміз. 15 минут уақыт өткен соң мінеки біздің қамырымыз жылтырап өте әдемі, жаюға ыңғайлы болады. Енді үстелімізге молырақ ұн сеуіп, қамырымызды жұп-жұқа етіп пісетін боламыз. Қамырды мүмкіндігінше жұқа етіп пісіңіздер. Және қамырымызды ысып болған соң теңдей 4 бөлікке бөлетін боламыз. Ендігі кезекте жаңағы духовкамызды қатты қыздырып, осындай духовканың противенін пайдаланатын боламыз. Бұл жерде біз жаңағы бөліп қойған нанымызды ыстық противеннің үстіне қоятын болсақ, 2 жағын аударып отырып, сол кезде біздің нанымыз тезірек кебетін болады. Міндетті түрде противеніңіз ыстық болғаны жөн, сонда біздің нанымыз көріп тұрғандарыңыздай сол арада кеуіп дайын болады. Егер сіздердің противендеріңіз тез суып қалатын болса, тағы да бір духовкаға салып ысытып алсаңыздар болады. Осылайша біз нанымызды тез арада кептіріп алатын боламыз. Содан кейін біз нанымызды орап, дәл осы видеодағыдай нан салмаға немесе кеспе көжеге жасағандай осылай жіңішке етіп турап алатын боламыз. Мен сәл жалпақ етіп турадым, өзіме солай ұнағандықтан. Бұл қамыр бір-біріне жабыспайды, өйткені біз бұл қамырды кептіріп алдық.
Ендігі кезекте біздің пісіп қалған етіміздің үстіне менде осындай жаздан қалған қатырылған болгар бұрышы бар, соны қосып жібердім. Және жақсылап араластырып аламыз. Тәтті бұрыш бізге тағамызға сонда бір жақсы дәм береді. Және суыңыз қатты тартылып қалатын болса, аздаған су қосып тағы бір қайнатып жіберсеңіздер болады. Суымыз қайнап жатқан сәтте турап дайындап қойған кеспемізді осылай арасын ашып салып, бетін жауып, өз буында 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Арасында ашып, 1-2 рет былғасаңыздар болады. Қорықпаңыздар, еш жабыспайды. Осымен біздің түрінің өзі тәбетті ашатын өте дәмді тағамыз дайын. Видеом пайдалы болып жатса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.